Құранды адамдардың ашпауының 3 себебі бар дейді. Біріншісі, тәубесіз жасалған күнәлардың кесірінен дейді. Күнә көп, тәубе жоқ дейді. Истиғфар жоқ, тәубе жоқ, Құран ашылмайды деп айтқан екен. Дұрыс, барлығымыз пендеміз, қателесеміз, бірақ не істеуіміз керек? Көбірек тәубе қылуымыз керек екен. Сіздің тәубеңіз Құранды тікелей ашуға себеп болатын амал дейді. Екіншісі, біз өзімізді толығымен дүниеге бердік те Алланың кітабын тастадық дейді. Тек бар уайымымыз қазір не болып жатыр? Қалай ақша тапсам, ұйқыдан тұрғаннан ақша іздейсің, ұйықтап кеткенше ақша іздейміз ғой. Мойындаймыз ғой, мойындаймыз. Қазір бізде қол тимейді. Балдардың бәрі садикте 2 тарап болып тауып жатыр. Қатын да тауып жатыр, еркек те тауып жатыр ақшаны. Бәріміз үйде бәріміз жұмыстамыз. Балдарды тәрбиелеуге уақыт жоқ бізде, бірақ не істеп жатырмыз? Барлығымыз ақшадамыз. Сен балаңды тәрбиелеуге уақыт болмағанда Құранды ашуға қалай уақытың болады деп айтқан екен. Үшінші, Құранды бізге аштырмай тұрған нәрсе дейді. Біз бұл Құранның Алладан түскен кітап екендігіне әлі шын жүрегімізбен сенген жоқпыз дейді әлі. Бір қатардағы кітаптардай көреміз. Құран ондай емес дейді, сіз ойла. Бұл әлемдердің Раббысы тарапынан түскен ең ұлы аманат дейді Құран. Соны сезінбегендіктен біз Құранға бей-жай қарап жүрген жайымыз бар дейді. Как будто Құран оқысақ дүние тоқтап қалатын сияқты, ақша келмей қалады. Жоқ, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтады. Кімде-кім дүниені қаласа, Құранға жабыссын дейді. Кімде-кім ақырет өмірін қаласа, Құранға жабыссын дейді. Кімде-кім екеуін бірге қаласа, Құранға жабыссын деп айтқан екен. Міне.